Егер құрбыларыма қайта салмақтасып көмектесу керек болса, осы үш кеңесті айтар едім. Бірінші кеңес: белокты өз нормаңда жеп баста. Сол кезде артық салмағың өзімен өзі кетіп бастайды. Әр килограмм салмаққа күніне кемі 1,5 грамм белок жеуіміз керек. Сонда, егер де сенің салмағың 50 килограмм болатын болса, сен күніне кемі 75 грамм белок жеуің керек. Яғни, ол шамамен 150 грамм ет, 2-3 жұмыртқа деген сияқты. Солай ғана сен арықтау процесін жеңіл етіп бастайсың. Екінші кеңес: қиын кардиомен жүгірудің орнына жүруді таңда, себебі біздің денеміздегі артық салмақтар төмен интенсивті жаттығулар кезінде кетіп, еріп бастайды. Яғни, егер де сен күнделікті өте қатты шаршайтын, изнурительный жаттығулар жасайтын болсаң, сенің салмағың кетудің орнына керісінше көбейе бастайды. Яғни, сен арықтаудың орнына артық салмақ қосып аласың. Денеңдегі май еру үшін ең керемет жаттығу ол қарапайым күнделікті серуендеу. Егер де күніне 8.000, 10.000 шагтар қосатын болсаң, салмақ өзімен өзі қалай кетіп қалғанын білмей де қаласың. Және де үшінші, бірақ ең маңызды кеңес: ұйқыңды ретте. Себебі ұйқы сапасы сенің тікелей арықтауыңа әсер етеді. Егер ұйқың қанбаса, ешқандай арықтау жайлы тіпті ойламауға да болады. Себебі хронический недосыпта жүретін адамның денесі өз қалпына келіп үлгермейді. Сәйкесінше артық салмақ кетпей, организм үнемі стрессте болады. Егер де сен тегін арықтау тобына қосылғың келсе, төменге комментарийге салмақ сөзін қалдыр, мен сені телеграм чатқа қосамын.